Баршаңызға қайырлы күн. Бұл Роза Мелдебек. Мен бүгін 87-ші сабақтың 6-шы, 7-ші және 10-шы есептерін түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісіп кетіңіздер. 6-шы есеп. Бір кескіш 19 теңге тұрады. 95 теңгеге неше кескіш сатып алуға болады? Бұны шешу үшін 95-ті 19-ға бөлеміз. 20 ілмек үшін 580 теңге төледі. Осындай 9 ілмек сатып алу үшін қанша ақша төлеу қажет? Бұл жерде әуелі бір ілмектің бағасын табуымыз керек. Ол үшін 580-ді 20-ға бөлеміз. Бір ілмектің бағасы табылғаннан кейін оны 9-ға көбейте саламыз. Енді бұл бөлігі циркуль 65 теңге тұрады. Бұл сызғыштан 13 есе қымбат. Бір циркуль мен бір сызғыш үшін қанша ақша төлеу қажет? Мен осы есепке тереңірек тоқталғым келіп отыр. Әуелі есептің қысқаша шартын құрып алайық. Циркульдің бағасы 65 теңге. Бұл сызғышқа қарағанда 13 есе қымбат дейді. Яғни сызғыштың бағасы белгісіз. Бірақ бұл жанама есеп болғандықтан оның 13 есе арзан екені белгілі. Енді сұрақ, бір сызғыш пен бір циркуль алу үшін неше теңге төлеу керек? Барлығына неше теңге төлейміз деген сұрақ қоямыз. Есепті шешейік. Есепті шешу үшін сызғыштың бағасын тауып алуымыз керек. Ол үшін 65-ті 13-ке бөлеміз. Мәні шығады. Екінші сызғыштың шыққан мәнімен 65-ті екеуін қосамыз. Шыққан мәнімен 65-ті қосамыз. Сонда екеуіне барлығы қанша ақша төленетіні пайда болады. В бөлігінде бір ағаш кескіш 19 теңге, ал бір темір кескіш 76 теңге тұрады. Ағаш кескішке қарағанда темір кескіш неше есе қымбат? Бұл есептің де шартын құрып, түсіндіріп көрейін. Есептің сұрағы, ағаш кескішке қарағанда темір кескіш неше есе қымбат? Мінеке, сұрақты былай қоямыз. Мынаған қарағанда, мынау неше есе қымбат? Заттың неше есе қымбат екен, немесе неше есе арзан екен табу үшін көп санды аз санға бөлеміз. Яғни 76-ны 19-ға бөлеміз. Сонда есептің шешуі шығады. 7-ші мысалда бірнеше теңдеулер берілген екен. Күрделі теңдеулер, солардың шешу жолын көрсетейін. Мына күрделі теңдеуді шешу үшін теңдіктің екі жағына мән береміз. Оң жағына, сол жағына. Қай жағында белгісіз сан бар? Сол жағын көшіріп жазамыз. Ал белгілі жағын ықшамдаймыз. Яғни 700-ден 450-ді азайту керек. Сонда 250 қалады. Қарапайым теңдеуге айналды. Енді белгісіз санды табу үшін 250 мен 150-ді қосу керек. Сонда біздің белгісіз санымыз 400 болып шығады. Тексереміз. 400-ден 150-ді азайтқанда 250 қалады. 700 бен 450-дің айырмасы 250, яғни екі жағы тең. Y-тің 400-ге тең екені ақиқат болып шықты. Тағы біреуіне тоқталайын. Яғни 5 пен 11-ді көбейту керек. 11-ді разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. 5 пен 10-ның көбейтіндісі 50-ге тең, 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5-ге тең. Мәні 55-ге тең. Енді 5 пен 101-ді көбейту керек. 5 көбейту жақшаның ішінде 100 және 1-дің қосындысы. 5 пен 100-дің көбейтіндісі 500, 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5. Нәтижесінде 500
5. Енді бір таңбалы санды осы сандарға қалай көбейтуге болатын қорытынды жаса деп тұр. Ескеретін мынандай жағдай бар. Кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады деген қағида бар. Соған сүйеніп шығаруға да болады. 5 пен 11-ді көбейткенде. 5 пен 1-ді көбейтсек 5-ке тең. Мына 5-ті мына 1-ге көбейткенде тағы да 5-ке тең. 5 пен 101-ді көбейтеміз. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5. 5-ті 0-ге көбейтеміз 0. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5. Осылай шығаруға да болады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.